Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен Гүлнұр сіздермен сатып алмай-ақ үй жағдайында жылдам әрі тез дайындалатын суши рецептісімен бөлісетін боламын. Сіздер де дәл осы рецепт түрімен отбасыларыңызға, балаларыңызға жасап берсеңіздер болады. Бізге ең әуелі нори төсемелері, су және күріш қажет болады. Осылай таза құрғақ ыдысымызға әбден жуылған күрішімізді салып, оның үстіне алдын ала өлшенген суымызды құйып, баяу отта 20 минут көлемінде пісіріп дайындап аламыз. Біздің күрішіміз дайын болғанша күрішке осы тұздықты қосатын боламыз. Сушиге арналған уксусымызды осылай ыдысымызға құйып, оның үстіне бір қасық қантымызды және дәміне қарай тұзымызды салып, қасығымыздың көмегімен тұзымыз бен қантымыз ерігенше жақсылап араластырып дайындап аламыз. Міне, біздің күрішіміз дайын. Енді осы тұздығымызды күрішіміздің үстіне құйып, қасығымыздың көмегімен жақсылап біркелкі болғанша араластырып дайындап аламыз. Енді сушимыздың арасына салатын бізге қияр және краб таяқшалары қажет болады. Қиярымызды дәл осындай көлемде бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Дәл осылай видеодағыдай пышағымыздың көмегімен осылай бөліктерге бөліп дайындап аламыз. Ендігі кезекте краб таяқшалары. Краб таяқшаларын бөліктерге бөлсеңіз де болады, немесе осылай тек ортасынан ғана бөлсеңіздер болады. Ендігі кезекте сушимыздың төсемесін осылай пищевая пленкамызбен орап аламыз да, үстіне шамалы ғана май жағып дайындап аламыз. Ендігі кезекте нори төсемесін осылай төсеп, қолымыздың көмегімен ақырындап қолымызды сулай отырып, күрішімізді жартысына дейін осылай төсеп дайындап аламыз. Одан кейін өз қалауларыңызша қияр, одан кейін краб таяқшалары, осы ретпен творожный сыр қосып, екі қолымыздың көмегімен дәл видеодағыдай ақырындап сушимызды орайтын боламыз. Достар, егер менің каналымдағы рецепттер ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен сіздерді өз каналымда күтемін. Әрбір пікір мен үшін өте маңызды. Міне, осылай қолымыздың көмегімен дайындап жасап аламыз. Сушидің ішіне салуға арналған салмасына кез келген сары балық немесе ақ балықпен дайындасаңыздар болады. Бізде үйде балалар балықпен жасалғанын ұнатпайтын болғандықтан, мен тек осылай краб таяқшасы және де қиярмен дайындадым. Немесе тауық етінің жасасаңыздар да болады. Міне, осылай дәл осы ретпен шетін ақырындап қолымыздың ұшымен шамалы сулап аламыз. Сонда біздің нориміз бір-біріне жақсы бірігіп, біркелкі болып жабысатын болады. Осылай дайындап алған сушиімізді шамалы уақытқа холодильникке қойып, одан кейін кез келген формада турап шықсаңыздар болады. Міне, біздің үй жағдайында жасалған сушиларымыз дайын. Сіздер де дәл осы рецептпен жасап көріңіздер. Отбасыларыңызға, балаларыңызға ұнары сөзсіз. Аман, сау болыңыздар.